сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші келін нарадан топқа бөліну әдісі бойынша келін әрқайсысы өз суреттерін алыңдар. Топқа бөлінеміз. Келіңіздер. Нәжеттен. Күнде қандай топ, содан белгілі болады. Әркім өзінің орнына болады. Қандай? Бері қара, Жанболат сызықты қандай? Арендер. Арендер осы жерге отырамыз. Келіңіздер. Алқандар Алиха. Кеңкер, не тұрсыңдар? Давайте. Алқандар, арендер. Не үшін көмірсутектер? Кеміртек екі элементтен ғана тұрады. Көміртегінен және сутектен өзінің аты айтып тұр, иә? Енді біз қандай көмірсутектерді қарастырдық? Біз қантпаған, аромат және диенді көмірсутектерді қарастырғанбыз. Соның ішінде осы именно сол жаңағы көмірсутектер бойынша біздің үйге берілген тапсырманың жаңағы әдісін орындаймыз қазір. Негізінде органикалық химия өзі биорганикалық химияға қарағанда өзі ауқымды. Одан кейін биорганикалық заттарға қарағанда органикалық заттардың түрі өте көп. Сондықтан үш есе көп келеді. Сондықтан органикалық химия біздің өмірімізге, тұрмысымызға, күнделікті біздің жағдайымызға өте қажетті химияда пайдалануға болады. Өйткені біз азында тамақтанамыз, әртүрлі киімдерге, біз көліктермен, біз жаңағы әртүрлі құрылыс үй саламыз, әртүрлі құрылыс орындарын саламыз, мынандай әртүрлі жаңағындай күнімізді жұмсақ пластмасса, қатты пластмасса, соның бәрі күнделікті біздің өмірімізге өте қажетті заттар болып есептелінеді. Тамақ өнімдеріне келетін болсақ, біз күнделікті тамақтанамыз, бірақ тамақтың құрамы қандай болу керек? Калориялы болу керек. Оның құрамында міндетті түрде жаңағы әртүрлі витаминдер, мысалы алатын болсақ, ағымыздар дейміз, әртүрлі минерал заттар дейміз, жаңағы көмірсулар, майлар, липидтер, солардың бәрі осы органикалық химияның негізі болып есептелінеді. Енді бүгін енді бізге ашық сабақ тақырыбымыздың мұнай және мұнай өнімдері енді алдыңғы тақырып бойынша үй тапсырмасын осындай әдіс арқылы алып келді. Яғни бұлар бізге мамандықпен байланыстырып, өйткені бізде болашақ автокөлік механиктар, автокөлік құрастырушылар болады. Сондықтан осы автокөлікпен байланыстырып, көлік маркалары деген әдісін енді әрине ол жерде сұрақтар жасырылған, бонустар да жасырылған. Енді бұның бәрі әрқайсысының өзінің сабаққа қалай қатысуларына байланысты болады. Енді органикалық химиядан қазір біз әлі 4-ші ғана сабақ болады. Сондықтан соның өзінде де бірталай мәлімет бар. Сол мәліметтерді қазір мен осы әдіс арқылы сіздерден тексеруге отыр, үйге берілген тапсырманы. Түсінікті ғой, иә? Енді бұл жерімізде бар нелердің көліктердің бәрі осы жерде жасырылған. Яғни сол көліктердің артында сұрақтар жасырылған, сол сұрақтарды әрқайсымыз шығып, сол сұрақтарға жауап беріп, өзімізге керекті жаңағы жұлдыздарын дейміз, ал арендер дегеніміз аромат көмірсутектердің өкілі. Негізінде дүние жүзінде де бұл нәрсе бізге өмірімізге қажетті зат болғандықтан бүкіл дүние жүзінде бар ғой бұл нәрсе, химия деген. Сондықтан алкандар деп, арендер деп, немесе алкин, алкадиен көп қой аттар көмірсутектердің, соның бәрі бүкіл дүние жүзінде солай деп аталады. Былайша қазақ тілінде қаныққан көмірсутектер, ал бұл аромат көмірсутектер. Енді сол дүние жүзінде бойынша айтылған атауы бойынша мен осындай топтарға бөлдім. Енді алкандар тобы және арендер тобы. Сіздерге қазір бүгін бір бөлек шығамыз. Шуға майын жарай ма? Шуға май қолдарын көтеріп, бір бөлек шығып, кімге қандай көлік жасалған, соңғы сұраққа жауап беріп, өздеріңізге жаңағы керек бағды қималға болады. Бірінші арендерден бастаймыз ба, алкандардан бастаймыз ба? Бірінші Герна, шығыңыз. Қандайсыз? Қай көлікті таңдайсыз? Қандай көлік ұнайды сізге? Қандай? Рено, иә? Қазіргі таңда бұндай көлік көп біздің Түркістанда өте ыңғайлы, және де экономны, иә? Сондай көліктердің бірі болып есептелінеді. Қандай? Артында сұрағын оқып жіберсеңіз. Көмірсутектер қалай жүктеледі? Көмірсутектер қалай жүктеледі дейді.
Өзіңіз білетіндей көмірсутті қанықпаған ароматты енді деп бөлінеді. Жарайсыз. Ашылған еді мына жаққа қоя беріңіз. Мынау сізге көлік және де жұлдыз. Осындай көлік. Так, келесі сұрақ. Келесі сіздерден кім шығады? Кел Нұрмахан. Нұрмахан, сіз қандай көлік? Hyundai'ның түрлері көп, білесіңдер, қандай? Hyundai Elantra дейді, Sonata дейді. Қандай сұрақ? Органикалық химия дегеніміз не? Органикалық химия дегеніміз. Органикалық химия дегеніміз органикалық қосылыстарды зерттейтін ғылым. Органикалық қосылыстарды зерттейтін ғылым. Так, мәңіз сізге қызыл бұйрық. Так, үшінші. Сіздер қалқандардан кім шығады? Кім шығады? Шығады. Нұрсұлтан, мен? Қандай сұрақ, қандай не? Қандай көлік шығасың? БМВ, крутой БМВ. Қандай сұрақ? Сұрағын оқысаңыз. А? Түсінбедім? Мына заттың формуласы дейді. Бұл затты, бұны не деп аталады мына формула? Ненің формуласы? Ненің? Өздерің алғансыңдар, қанттан көмірсутексіңдер. Ненің формуласы мына? БМВ. Жауап бар ма, жоқ па? Жауап жоқ болса, келесі адам шығады. Жауап жоқ болса, сіздерге жұлдыз жоқ онда. Бұның формуласы метанның негізі. Метанның цикликалық формуласы бұл негізі. Тойота ойланғанды жоқ, бұл Тойотаны бар таңда. Қандай? Ключ, яғни көліктің ключі жасырылған. Көліктің ключі кілті жасырылған, ол значит, бұл балаға осы бірінші ойыннан 90 деген ұпай қоямын. Ол сондай ұпай алып отыр. Ол бонус. Ол сіздің жетістігіңіз. Феррариді не бар екен? Вау, кілт бар екен. Значит, Жәнібекте де бұл ойында 90 ұпай алып отыр ғой Жәнібекте. Қойды ма? Онда біреуің шығыңдар. Кому бәлі Мұхтар шыға ғой. Бар. Шық. Жақта точно бәрін шықпайды. Тоже молодец. Бұл ойында бізде Мұхтар да бәрі 90 ұпай алып тұр ғой. Молодцы. Сабаққа қатысқан үшін, жақсы қатысқан үшін, атсалысқан үшін сондай ойыннан ұпайлар алып отырады ертең. Так, жігіттер, көліктер құтты болсын, ұпайларың да құтты болсын. Енді сол ұпайларын қаншалық оның соңында есептейміз. Қай командада көп, сол команда жетістікке жетеді. Түсінікті ғой, иә? Енді жігіттер, мына менің қолымда мынандай смарт сағаттар бар. Смарт сағаттар. Мынаны аккуратно бәріміз қолымызға қадаймыз. Бұл бағалау. Өзім жаңағы бағалау не бойынша. Жыртып алмай, әдемелеп. Бес жетіні бәріне қолдарына тағғандар. Қолдарына тағғандар. Жетіні бәріне қолдарына осы бойынша тағғандар. 10 баллдық шкаламен, иә? Осы бәріне жетіні ақшы. Сағаттарымды арайыстырады.
яғни мұнай және мұнай өнімдері. Бізде қазір ғана тағы да айтып өттім мен жаңағы мұнайдың қаншалықты біздің тіршілігімізге, өмірімізге өте қажет екенін біз қазір айтып өттік. Енді мұнай деген біз жер жаңағы қойнауынан 2,5 километр тереңдіктен бұрғаланып алынатын сондай қоймалжың зат болып есептелінеді негізінде. Жалпы енді мұнайды былай біз өзіміз қандай көреміз? Міне мұнай тұр менің қолымда. Міне мұнай тұр. Мұнайды біз осындай елестетеміз. Кәдімгідей біз теледидардан да, любой жаңағы суреттерден, әр жерден көрген кезде бізге мұнай қандай болып көрінеді? Қара түсті, осындай қоймалжың зат мұнай дейді. Бәріне де көрсетіп шығайын. Осындай зат болып есептелінеді. Жалпы енді мұнайдан, міне қараңдаршы енді осыншама осындай бір заттан біздің өмірімізге қаншалықты затты біз алып жатыр екен осыдан. Яғни бүйтіп қарасақ, бұлсыз болмайды деген ғой тіршілік, иә? Бүйтіп қарасақ. Сондықтан мұнайдың иісі де бір өзіне тән иісі бар екен. Бірнеше тереңдіктен бұрғаланып алынатын осындай қоймалжың зат. Енді мына жерде түсі қара. Бірақ негізі бүйтіп қарасақ қоңырға да ұқсайды түсі, сарыға да ұқсайды түсі. Сондай әртүрлі түсте болатын, әр өзінің бұрғаланып жатқан жеріне байланысты осы мұнайлар жаңа өндіріліп жатады. Енді мұнай жаңағындай көмірсутектен құралған, парафиндерден құралған. Физикада айтылады, любой зат бізде газ, сұйық және газдан қатты түрінде кездеседі деп заттар. Өзі химияның негізі заттар. Сондықтан бұл жерде де сұйық, қатты және газ түрінде өндіріледі. Одан кейін мынау көмірқышқыл газы, яғни синтез, аромат көмірсутектер жаңа айтып өттік, ацетилен, парафиндер, алкендер. Одан кейін негізгі органикалық мұнай химиялық синтез дейді. Одан кейін негізгі аралық заттар, сосын мынау біздің өмірімізге яғни химиялық заттар деп айтамыз, тұрмыстық химиялық заттар дейміз, жуғыш заттар деп айтамыз, әртүрлі формада айта береміз. Яғни біздің олар күнделікті үйде қажетті синтетикалық отындар, майлағыш заттар, еріткіштер, мономерлер әртүрлі. Сосын кейін лак бояу материалдары, кәдімгі краска, әртүрлі олив, мынау осының бәрі бізде тоз мұнайдан алынатын заттар болып есептелінеді. Химиялық талшықтар, қоңсағыз, каучук, резеңке, пластмассалар, қатты пластмасса, жай пластмасса, жұмсақ пластмасса, бояулар до того уже дәрі-дәрмекке дейін біз мысалы қабылдайтын. Сосын қолымызға жағатын әртүрлі крем, вазелин деп жатамыз, соларға дейін осы мұнайдың соңғы өнімдері болып есептелінеді екен. Енді бізде өзі химияда осы мұнай тақырыбы негізі ауқымдық берілген, бірақ енді бүгін бірінші параграфты өтеміз. Яғни мұнай және мұнай өнімдері бұл жерде, және де көмірсутек қорлары. Көмірсутек қорларын жаңағы біз қарастырып өттік. Енді біз мұнайды тек қана былай тіршілігімізге қажет деп атап қой, бірақ ол кәдімгі мына аптека сөрелерінде тұрған әртүрлі дәрі-дәрмектер, косметикалық заттар, өмір жиіркенішті заттар қарасақ, бірақ сондай әртүрлі өндіруден кейін осындай заттар алынып жатады. Яғни мына жерде мысалға ұшақтың жағар майы дейміз ғой, иә, соған пайдаланатын, мына жерде пластмасса әртүрлі жаңа пластиктер, айттық қой, полимер реакция солар арқылы алынады. Одан кейін мына жерде де мысалға мыналарға алатын болсақ, мына жерде де эфирлер, кәдімгі күрделі эфирлер химияда бар, біз оны тақырыптарда өтеміз. Одан кейін парфюмерлік заттар әртүрлі. Оларды да мысалы аромат көмірсутектер жаңа ғана айтты, бензолдың формуласын жазды. Яғни солар арқылы осылардың бәрі өндіріліп жатады. Мына жерде де мысалға тіс жуатын паста, мысалы оның құрамы фтор болғанымен міндетті түрде органикалық зат қосылады. Сондықтан олардың бәрі жайдан-жай органикалық зат болып есептелінеді. Яғни олардың отынның түріне тәуелді.
енді қысқа бірақ мына білім лайфтан кәдімгі күнделікті қолданып жүрген, бірақ осы тақырып бойынша осыларды кішкене көріп дамысаңыздар, мына табиғи газ және кен орындары. Табиғи газ әдетте жоғары қысымда түзіледі. Табиғи метанның миллиардтаған тоннасы метан гидраты деп аталатын мұз қоспасы түрінде мұхит астынан да табылған. Мұнайдан алынған заттар, яғни қалай алынған жолдарына дейін осы көрнекілікте көрсетілген. Яғни өздеріңізде мұнай деген не деген кезде осындай кішкене Мұнайдан алынатын басқа өнімдерге қарағанда бензин де көбірек өндірілген. Бензин өнімділігінің келектен артуы крекинг деп аталатын химиялық процесті қолдану арқылы мүмкін болды. Қарсы күрес әдістері өздігінен жойылу, химиялық жолмен жойылу, сіңіру, тосқауыл қою, биологиялық жолмен тазалау. Б. Тек биологиялық жолмен тазалау, сіңіру, тосқауыл. В. Өздігінен жойылу, физикалық жолмен жойылу. Қайсысы? Мұхиттарға мұнайдың төгілуіне қарсы күрес білеміз, білмейміз. Так, сағындық. Болды, өздерің айтыңдар. Яғни вариант Молодец, верно? Бірақ соны дұрыс сразу жауап беруге болады ғой. Сұламаймыз. Сондықтан осыны біз қарастыруымыз керек. Түсінікті ғой, иә? Енді бізде дұрысталамыз. Анау нелеріңді, жаңағы призлеріңді санаңдар қанша болды? 16. Сендерде 16 ма? Сендерде ше? Сендерде қанша? 18. Любой деталь. Оны аға өзі дайындасып болып тұр. Иә, мен өзімнің Так, қалай? Қазақшасы қандай номер дегенмін? Просто мен өзім сабағыма сіздердің мамандықтарыңыз болғандықтан бірінші үйге берген тапсырмамды осында автокөлікпен байланыстырған болатынмын. Және де сергіту сәті кішкене шаршағаннан кейін құрастырушы конструктор болып осындай ертең жұмыс атқарып жатсаңыздар, әр көліктің осындай детальдарын білуге міндеттісіздер. Сондықтан осындай бір сіздерге сергіту сәтін ұйымдастырған болатынмын. Міне әдемі 900 шықты, иә? Барлықтарына бұйырсын сөзсіз. Так, енді бүгінгі тақырып бойынша алдарыңызға стикер бердім. Кімге қалай болды сабақ? Соны жазамыз. Ауызша үйге берген тапсырма осы мұнай және мұнай өнімдері. Ауызша сабаққа дайындаламыз. Ендігі сабақта.